Альмира мисс Қосылайық жайлы ащы шындықты айтты. Альмира Асхатқызы мисс Қосылайық төңірегіндегі туындаған даудың нүктесін қойды. Ешкім естімеген ақиқатты жайып салды. Альмира бағана бір парақша жазып қойыпты. Альмираның балалары болған соң бірі Ханшайым, бірі Ханзада болып жатыр деп. Адам тиісем десе түрліні табады екен. Өзім сол сөзді оқыған соң есіме түсті, расымен екеуінің де редактормен екенмін ғой деп. Бірақ менің редакторлығым ұпай сандарына еш қатысы жоқ. Мүлде мен өтірікті ұнатпайтын адаммын. Кім не десе де, не ойласа да өз еркілері. Бірақ мен қашанда әділдік үшін тұратын, әділдік үшін жұмыс жасайтын адаммын. Мен ойлаймын, мұндайды бақ деп. Бұйырған кетпейді, қуған жетпейді деген бар. Иә, бәрі Алланың қалауы, адамның емес. Деп күтпеген мәлімдеме жасады Альмира Асхатқызы. Альмира ханым сонымен қатар ашуға булыққан ержігітпен еңлік жайлы айтып тастады. Екі арудың арасы бір ғана ұпай болды. Бұл сайыс болған соң әр сайыста алған ұпайлары қосыла келе нәтиже осылай болды. Сол себепті біреуді жазғырудың алдында ұпай сандарын мұқият қарап шығыңыз. Еңлікте осал болмады, жарайсың дегім келеді. Қыздардың барлығы өте мықты өнер көрсетті. Молодцы, деді Альмира ханым еңлік жайлы. Еске салайық, мисс байқауы біткен соң, мисс төңірегіндегі дау қатысушы қыздар арасында ушыға түсті. Тіпті мисс болу үшін Ханзадамен таныстықты бастаған еңліктің де әрекеті бекер болған болатын. Себебі күнделікті байқауда еңлік пен Ғалия тең ұпай санымен аяқтады. Желі қолданушылары жарыса жазды. Әйтеуір біреулері шығады недовольный болып. Балға келіспесең сол кезде айту керек еді. Өтіп кеткен соң жеңіліп қалған адамның іші күйіп айтып жатқан түрі. Ішің күйсе тұз жала. Ғалия өте дұрыс айтып отыр. Биші болған үшін алдыға түсірдім дегені сасқаны ма жюридің. Айнұр тамағы бір, спорт төмен алды ғой, қалай мисс болады. Екі жерден құлады, еңлік барлық жерде орташа деңгейді ұстады. 8-7 балдары аз. Джулия таныстыруда аз алмаса басқасы жақсы болды ғой. Жеңілгенді жер көтереді. Ойындаршы Ғалия ханым дұрыс айтады. Сол қуырдақты сатып алмағанына кім кепіл? Жылда сол бір қуырдақ. Одан да неге эфирде істемейді халықтың көзінше? Джулиядан басқа мисс жоқ. Тәрбиесі, әдемілігі, білімділігі өзіне қана тән. Деп жарыса жазды.